Мен Мыңтайсын Сұлу Павлодар қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің 7-ші сынып оқушысымын. Ұлы Отан соғысында қазақтың көптеген ұл-қыз батырлары ерлікпен шайқасты. Соның ішінде зор мақтанышпен менің атамды сөз еткім келеді. Менің үлкен атам Нұргазинов Дүйсекен 1901 жылы Семей қаласында Ақсуат ауылында дүниеге келді. Ол тракторшы болып жұмыс істеді. Деректерге сүйенсек, атам Біріккен қалалық әскери комиссариаты шақыруымен 21 наурызда 1943 жылы соғысуға кетті. Осы кезде менің әжем мен олардың 4 балалары үйде қалды. Атам 2-ші Украиндық фронтта танкшы болып соғысты. 20 тамызда ол Яско-Кишиневская атты әскери операциясына қатысты. Шайқас Румыния елінде өткен болатын. Осы жерде Қызыл армия көптеген фашистердің көзін жойды. Атам 22 тамызда 1944 жылы шайқаста қайтыс болады. Ол Румыния елінде Бузеу қаласында Мавила Бунлушт ауылында жерленді. Атағы қатарлы сарбаз болды. Отанымыздың намысы мен бостандығын сақтап қалған, ата жаумен жан қия шайқастарда ерлік пен батырлықтың тамаша үлгісін көрсеткен, бейбітшілік туын көтерген барлық соғыс ардагерлеріне тек 9 мамыр күні ғана емес, әрбір күнде, әр минутта, әр секундта зор құрмет көрсете отырып, ілтипатпен еске алуымыз керек деп ойлаймын. Мен атымды мақтан тұтамын.